Кайырлы күн достар. Бүгін сіздермен облепиха, яғни шырғанақтан тосап дайындау әдісімен бөлісетін боламын. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, каналға тіркеліңіздер. Шырғанақ бұл көптеген антисептикалық емдік қасиеттерге ие. Дәрумендер мен микроэлементтерге бай өсімдік. Бұл туралы ғаламтордан, ақпарат көздерінен көптеген деректер алуға болады. Мен алдымен шырғанақты бұтағынан ажыратып тазалап алдым. Немесе тазаланған, қолдануға дайын түрін жем-шидек сататын орындардан да алуға болады. Шырғанақты ыдысқа салып, жуып аламын. Таза матаға немесе сүлгіге 10-15 минуттай жайып, суын сырғытамын. Қайтадан ыдысқа салып алдым. Менде 1,5 килограммдай шырғанақ, осыған 1,5 килограмм шекерді қосып, екеуін араластырдым. Сосын блендермен езіп араластырамын. Төрт-5 сағатқа қойып, қайта араластырамын. Шекері ерігенше біраз қозғаймын. Осымен тосап дайын болды, стерилденген банкаларға құйып алдым. Менде 2 литрден аса тосап шықты. Тосапты тоңазытқышта сақтап қолдана беруге болады. Сіздер де шырғанақтан тосап дайындап көрген болсаңыздар, комментарийда өз тосап дайындау әдістеріңізбен бөлісе кетіңіздер.